Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй гүлдеріне жарықтың қаншалықты қажет екені туралы болады. Жарық болмаса қалай болады? Жарық жақсы болса гүл қалай өседі? Гүлдер не үшін гүл ашпайды, не үшін жапырақ ашпай бір орында тұрып қалады? Оған жарықтың қандай қажеті бар? Егер сіз дәрумен беру үшін ол гүлге жарық керек па, керек емес па? Барлығын осы видеода айтатын боламын. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда басқа да өте пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Үй гүлдеріне жарықтың қаншалықты қажет екенін мен айтпасам да білетін шығарсыздар. Негізінде байқасаңыздар, даладағы өсімдіктер талдың көлеңкесінде қалып кетсе, не болмаса бір навестің көлеңкесінде қалып кетсе, үйдің көлеңкесінде қалып кетсе, ол гүлдер мақұл, ол әшейін жабайы шөп болсыншы, қалай өсетінін білетін шығарсыздар, ол қаншалықты нәзік болатынын өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Кейбір үйлерде болады ғой, заборға тақалып соғылады, сол жақта жарық дұрыс түспейді. Сол жақтағы өсімдік болсын, жеміс жидек болсын, ол жерден өсіп жатқан кәдімгі жабайы шөптер болсын, олар өте нәзік болады және жұлған кезде порт сынып өзі жұлынып кетеді. Ал жарық ашық жерде тұрған шөптер, жабайы шөптер, ол өте сабағы мықты болады. Жұлған кезде кәдімгідей қолыңды қиып өтеді. Ол неден? Жарық жеткілікті, бәрі дұрыс, ішетін суын ішіп жатыр, жерден өзі керекті қорегін алып жатыр. Оның, значит, сабағы мықты, жапырағы мықты, жан-жақа несін жаңағы жайып тастап, қатты болып өседі. Именно сол сорттағы шөпті, сіз жабайы шөпті көлеңке жақтан көрсеңіз, көлеңкенің астында тұрған шөп ол өте нәзік болады. Аласың, тартып аласың, тіптен тамырымен жұлынып кетуі де мүмкін ол. Себебі ана жерге күн түспейді, жер дұрыс қызбайды және жарық аз, ол гүлге дұрыс фотосинтез жүрмейді. Сол себептен біздің үйдегі гүлдерге де жарық өте маңызды. Менің көп көрермендерім гүлдері ауырса маған жазады. Мен оны фотосын жіберіңіз деймін. Фотосын көрген кезде ол гүл өте нәзік болады. Не болмаса жаңағы жапырағының сабағы ұзын, жапырағының арасы алшақ болады. Неғұрлым гүлдің жапырағының арасы алшақ, алыс болса, соғұрлым ол гүлге жарық жетіспей жатыр деген сөз. Нормальный өсетін гүл жапырағы тығыз және жапырағы қалың, мықты, қатты болу керек. Ал енді жұқа жапырақты гүлдер, олар қанық, қара, жасыл болу керек. Ал кейбір көрермендерім жазады, менің әйел бақыты гүлім 3 жыл болды гүл ашпағанына деп. Ол неге гүл ашпайды? Дәруменді дұрыс бермейсіз және жарық дұрыс жетпейді оған. Көбінше гүлдейтін гүлдерге мынау гүлдемейтін әшейін декоративный гүлдерден қарағанда 2 есе жарық талап етеді олар. 2 есе жарық керек оларға. Сол кезде ғана сіздің барлық гүлдейтін гүлдеріңіз үйдегі жақсы гүлдейді және ұзақ гүлдейтін болады. Ол үшін біз не істейміз? Дәл осындай түрлі лампалар бар. Не болмаса, мысалы, кейбір каналда бар шығар, кейбір көрермендерім үлкен парниктерде жаңағы гүл бағатын. Ол кісілерге айтарым, жаңағыдай сразу прожектор алу керек. Прожектор аласыз, өзінің 8 сағат, 12 сағат уақыты бар, сол уақытқа жағасыз, одан кейін өшіресіз. Егер де сіздің гүліңізге жарық жеткіліксіз болса, терезенің ар жағында сіздерде сондай қоңыр көлеңке болатын болса, терезеден дұрыс жарық түспейтін болса, сіздің гүліңіз ұйқыға кетеді. Неге? Себебі оған жарық жетіспей тұр. Ол күшін бекерден бекер жұмсағысы келмейді, сөйтеді да ол өсу процесін баяулатады да өзі ұйқыға кетеді. Ал сіз оны неғып өспей қалды деп түрлі тыңайтқыштар бересіз, түрлі дәрумендер бересіз, бірақ ол оны жарық болмаса қорталмайды. Сол үшін барлық бағбандардың айтатыны,
көктем айларынан бастап күзге шейін гүлдерге апта сайын 2 аптада 10 күнде бір тыңайтқыш беріп тұрсаңыз болады деп айтамыз. Ал қыста күзге қарай күннің көзі қысқарған кезде тыңайтқыш бермеңіздер деп айтамыз. Қыстың күні тіптен бермесеңіз де болады. Себебі сіз мысалы азаннан кешке шейін үйіңіздің сол бөлменің светін жағып қоймайсыз ғой. Егер гүлім көп, маған күтім керек, жақсы дейтін болсаңыз, кәдімгі қазіргі диодовый лампалар бар ғой, лампышкелер. Оның ваты 10-12-ден жоғары болу керек. Сол лампышканы кәдімгі сол гүлдеріңіз тұрған осындай шоғырланып тұрған гүлдің үстіне дәл осылай жағып қойсаңыз болады. Кәдімгі лампышка, қазіргі современный аппақ болып жанатын лампышка. Жарығы өте жақсы олардың, және жаңағы 9, 10, 12 ваттан жоғары болу керек. 5 ваттық олар шамалы аздау болады. Соны 8 сағатқа, 12 сағатқа жағасыз да түнге қарай өшіріп қоясыз. Себебі түнге қарай біздің гүлдеріміз де ұйықтап демалады. Күндіз түні жаңағы жарықты жағып қоюдың қажеті жоқ. Және осындай терезеден күннің сәулесі түсіп әдемі болып тұратын болса, ол жарық гүлге жеткілікті. Ал күнді қатты ұнатпайтын гүлдерге осындай ала жарық жеткілікті. Не болмаса жаңағы егерде сіздің терезеңізден қатты ыстық күн тікелей гүлге түсетін болса, гүлдің жапырағы күйіп жатқан болса, сіз ол терезенің ішкі пердесін, тюль дейміз ғой, тюлі, тор пердесі, сол тор пердесін жауып қойып, соның бергі жағына гүліңізді қойсаңыз болады. Сол жарық жетеді жаздың күндері. Жаздың күндері барлығымыздың тереземізден қатты ыстық өтетін шығар. Ыстық өтпейтін адамдар кәдімгідей терезенің алдына қоя берсеңіздер болады. Егерде сізде жарық жеткілікті болса, сол азаннан кешке шейін сол терезеден жарық түсіп тұратын болса, сол 8 сағаттық 10-12 сағаттық жарықты бере алатын болсаңыз, сіз гүліңізге қандай тыңайтқыш берсеңіз де ол өзінің әсерін көрсетеді. Егер сіз тыңайтқыш бердіңіз, ол әсерін көрсетпесе, демек сізде жарық жеткіліксіз болып тұр деген сөз. Қалайша жарық жетпейді, гүлдің өзі көрсетеді соны сізге. Жапырағы арқылы өзі көрсетеді. Ала жапырақты гүлдер өзінің түсін өзгертеді. Ал кілең жасыл жапырақты гүлдер қан қара жасыл түсін жоғалтып, жапырақтары жұмсара бастайды. Міне осыдан білсеңіздер болады. Ал жоғары қарай ұзын болып өсетін гүлдердің, жаңа айтып өттім ғой, жапырақтарының ара қашықтығы ұзарып кетеді. Былайша айтқанда мойны ұзарып кетеді. Сабағы ұзын, жапырақтардың арасы алыс-алыс болып қалады. Осы нәрселерді ескерсеңіздер, егерде дәл сіздердің гүлдеріңізде осындай жағдайлар бар болса, демек сіздің гүліңізге жарық жеткіліксіз болып тұр. Ал жаңағы ала түсті, сары дақтар түскен, пестролесный гүлдер болады ғой. Олардың да жапырақтары жасылданып бара жатса, жаңағы ала әдемі түсін жоғалтып жатса, демек сіздің гүліңізге жарық жеткіліксіз деген сөз. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда сұрасаңыздар болады.